Бізде мал жасап отырсыздар. Енді мына жеңілдік сайлау өтті бітті. Мынадан кейін мал жасап енді қоймаймыз деп алдап отырсыздар сіздер. Қоясыздар. Требую, халық требует етеді. Қойдырамыз. Біз халық қойдырамыз. Шетел көліктерін заңдастыру ережесі таныстырыла салысымен шу шығып жатыр. Бүгін Алматы мен Астана қалаларындағы цондарда жүздеген адам жиналып наразылықтарын білдірді. Барлығының ашуына кешегі ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеханың конструктор түрінде кірген көліктер заңдастырылмайды деген сөзі тиген. Біздің машиналар кесілмеген, бөлінбеген, шері шықпаған, таза келген, міне. Даже міне инспекторлар отыр, мен өз машинамды алдым, міне шаман айқадын өткізді, инспекторлар сөйерде 500 мың теңге беріп, міне мен өткізгем, айдап өткен бұлайынан, бөлінбей кәдімгідей. А бұл жерде келіп қазір кеше Лепехин деген сөйтіп айтып отыр. Оның әңгімесінің бәрі жалған, ондай генералдар бізге кері жоқ. Ашуға булыққан азаматтар бір реттік науқан болған соң бөліп жармай барлық көлік заңдастырылуы керек дейді. Мәселен, сатып алу сату келісім шарты қажет екен. Біздің елде қолдан қолға сатылған көлікте ондай құжат болмайды ғой. Біздің алдымызда мен мысалы татар кісіден алдым. Ол Азербайжаннан алған. Азербайжан мысалы апарып армияның атына тіркеген. Ол жақта жаңағы таможнясы пошлина арзан болғаннан кейін. Алып келді, Астрахан арқылы Қостанайға келіп, Азербайжан жігіт татарға сатады марттың кезінде, одан мен алам. Олар енді купле-продажа жасамаймыз дейді ешқайсысы. Сондай-ақ, конструктор деген көліктер шекарадан оп-оңай 4 дөңгелегімен өткендер, яғни шекарадан машина болып өткендер заңдастырылсын дейді жиналғандары. Жыл бұрын, 2 жыл бұрын біз оны конструктор ретінде алған жоқпыз. Біз көлік ретінде алдық. Ал қазір анықтап келгенде ол көліктеріміздің барлығы конструктор болып шығып отыр. Оны жоғарылама өткізді, енді соны тіркеуге қойып берсін. Президентіміздің жарлығы қалай болды? Бір рет бір немен тіркеуге қойылсын барлығы деп. Осыған дейін, кешегі күнге дейін біз қаншама рет жиналдық, сол кезде айтып берді. Тіркеуге қойып береміз. Ештеңе қарамаймыз. Осы кірген бірінші қыркүйекке дейін кірген көліктердің бәрін тіркеуге қойып береміз деп. Кеше басқаша әңгіме шығып отыр. Астана мен Алматы қаласының әкімшілік полиция басқармасының бастықтары жиналғандардың шағымын тыңдады. Алайда нақты бір шешім айта алмады. Тек жоғарыдағыларға жеткіземіз деумен шектелді. Есте тіркеуде жоқ көлік болса, осы бірінші сұрақ түйіткіл бізде, екіншісі жаңағы сіздер айтпақшы құрал жасалған машина. Осы сұрақтарды біз басшыларға жеткізейік. Бүгін жиналғандардың көбісінде альфарбпен естима. Бұны неге айтып отырмын? Бұл машиналар жүк тасуға, жолаушы тасуға өте ыңғайлы. Яғни қарапайым халық таксовать етіп ақша тауып отырған құралдары ғой. Бұдан айырылса, пәленбай 1000 адам жұмыссыз қалады. Оның үстіне Қазақстанда шығарылатын көліктерден 1000 есе қауіпсіз, сапасы жоғары екенін бәріміз білеміз. Ал енді бүгін жиналғандардың талабы орындала ма? Оны өмір көрсетеді.